A left hook landed for Lubin. Oh my goodness, a down. Ассалаумағалейкум достар. Әлемдік бокс жайлы қызықты ақпараттар беретін әлем боксинг арнасына қош келдіңіздер. Себастьян Александр Фундора 1997 жылы 28 желтоқсанда ақш-тың Флорида штатында дүниеге келеді. Әкесі кубалық, шешесі мексикалық болған екен. Себастьянның өзінен бөлек 3 бауыры да кәсіпқой боксшылар. Ағайындылардың бокс жолын таңдауына әкелері Фредди Фундора себеп болған көрінеді. Жас кезінде кәсіпқой боксшы болған ол, балаларында сол жолмен жүргенін қалайды. Дегенмен Себастьян тек 8 жасынан бастап қана бокс залына бара бастаған екен. Алғашында жас баланың бойы қатарластарынан ерекшеленбейді. Бірақ 14 жастан бастап Себастьян бәйтерекке айнала бастайды. Бір қызығы, боксшы ешқашан өзін тамақтан шектеген емес екен. Тіпті салмақ өлшеу рәсімі болатын күні де қалаған тамағын жей береді. Бірақ салмақ қоспайды екен. Себастьян 19 жасқа толғанда әкесі кәсіпқой боксқа ауысуды ойластырып, түрлі промоутерлермен байланыса бастайды. Бірақ барлығы Фундораның тым артығына қарап, жекпе-жек үстінде өліп кетсе, бәлесіне қалармын деген оймен бас тартады. Соңында әкесіне промоутерлердің көзін жеткізу үшін өзі бірнеше жекпе-жек ұйымдастыруға тура келеді. Қарсыластарының барлығын жеңген соң ғана барып промоутер Сэмсон Левковиц Фундораны өз қарамағына алады. 2016 жылы мансабын бастаған Себастьян бірінші жекпе-жегін 72 келіде өткізеді. Екінші жекпе-жегін 76 келіде өткізеді. Дегенмен үшінші жекпе-жектен бастап 69 келіде тұрақтап қалады. Фундораны көп қарсыластары түріне қарап іштен соғып сындыруға тырысады екен. Бірақ Себастьянның бір-екі ащы соққысы тиген соң, ондай ойдан бас тартуға мәжбүр болады. Сонымен қатар, Фундора ұзақ уақыт Дэвид Бенавидестің спарринг партнері болған көрінеді. Сондықтан онда тәжірибе де жетіп артылады. 2019 жылдың жазында Себастьян Фундора жасөспірімдер арасындағы WBC белдігі үшін жекпе-жекте Джамонте Кларкпен кездеседі. Фундора алғашқы секундтан бастап мексикалық стильді іске қосып, қарсыласына қысым көрсете бастайды. Ал Кларк болса, қашып жүріп қарымта соққыға ұстауға тырыса бастайды. Тіпті қарсыласын бірнеше рет ауыр соққыға да ұстайды. Фундора тез өтпей-ақ бірден қарызын қайтарады. 6-шы раундта Кларк құлаудың азақ алдында болады. Бірақ ары қарай тез есін жинап алған ол бұрынғыдай қаша бастайды. 9-шы раундта боксшылар ауыр соққылармен аяқтайды. Осылайша Фундора қуып жүріп, Кларк қашып жүріп өткен жекпе-жекті төрешілер кездесу тең өтті деп шешім шығарған екен. 2020 жылдың басында әлі жеңіліс көрмеген австралиялық Дэниел Льюиске қарсы жекпе-жек өтеді. Бұл жолы агрессивті мәнерде жұдырықтасқан қарсыласқа қарсы Фундора екінші нөмірде өнер көрсете бастайды. Блокты бұғып алып шабуылдамақ болған австралиялық боксшы үнемі апперкоттарға түсіп қала береді. Льюисте ара-тұра сәтті шабуылдар жасайды. Бірақ оның соққылары Фундораның соққыларына қарағанда тым әлсіз көрінетін. Бұл жекпе-жекте Себастьян ұпай-санымен жеңіске жетеді. Арада бірнеше ай өткенде ямайкалық Натаниэль Галлиморға қарсы жекпе-жек өтеді. Галлимор алғашқы секундтан бастап ұзын қарсыласын сұлатып түсіруге жанталаса бастайды. Оның бұл ойынын қабыл алған Фундора да қоян қолтық ұрысқа кірісіп кетеді. Үшінші раундтан бастап-ақ африкалық боксшы алғашқы ойын үшін опық жей бастайды. Бірақ бір оталып алған Фундора қойсын ба, 6-шы раундтың ортасында іштен ауыр соққы алған Галлимор сол күйі белін жаза алмай қалады.
There you go. Tócalo. That's it. Another big ball. 2020 жылдың соңында Фундора африкалық Хабибті екінші раундта сабап тастайды. Cole takes a closer look. Ahmed's got to move his head. Cole is in and it's over. That's it. 2021 жылдың көктемінде Себастьян Фундора WBC белдігіне міндетті үміткер дәрежесін жекпе-жекке шығады. Қарсыласы мексикалық Хорхе Луис Кота алғашқы минуттан бастап латын америкалық бокс әдісін қолдана бастайды. Yeah, this fight's gonna be some fireworks right now. As well, able to wing some shots, and now Fundora's getting tagged. Yeah, Бірақ клинчпен жұдырықтасуда Фундора өзін судағы балықта еркін сезінеді. Қарсыласының еркіндігін көп ұзамай мексикалық боксшы да сезіне бастайды. this is how he. Cota is very good on the inside, and he eats another shot. Fundora's really putting a whooping on Dora. Төртінші раундта қабағы жарылып, есі кіресілі шығасылы болып жүрген мексикалыққа жаны ашқан рефери жекпе-жекті тоқтатады. Right now, Big winging shots, those are landing. Cota pulling in trouble. him. Big hard left hand straight away. Cota from outside. Referee's getting close. Hard left hand. Referee and that's steps it. in. Yeah, he's Чемпиондық белдікке дейін Фундора тағы бір жекпе-жек өткізуге мәжбүр болады. 33-0 деген статистика жинап алған испандық Серхио Гарсия да бұл стандартқа ешқандай сәйкес келмейтін қарсыласпен қалай жұдырықтасу керек екендігін түсінбейді. And that right hand left. Фундораның жеп соққыларына тіреліп қала берген испандық боксшы сол күйі өз қашықтығын таба алмай кетеді. Towering inferno, Sebastian Full. Себастьян тек 2022 жылдың сәуір айында WBC уақытша белдік үшін жекпе-жекте Эриксон Лубинмен кездеседі. Лубин қолдары жылдан боксшы екен. Dynamite in both fists. There's a right hand that Бірақ оның бұл артықшылығын Фундора қысыммен баса бастайды. been trying to withstand it. Соның нәтижесінде екінші раунд соңында бірнеше апперкоттан соң Лубин шалқасынан түседі. Lubin starting to let go. A left hook landed for Lubin. Oh my goodness, a down. Қарсылас оңайша алатын жаңғақ емес екен. 7-ші раундта шабуылға беріліп кеткен Фундора өзі бірнеше қарымта соққы өткізіп алып, нокдаун алып қалады. Lubin letting him go. Fundora in major trouble. He is down. Fundora. Дегенмен Фундораны бір нокдаун тоқтатпайды. Орнынан тұра сала жұмысын жалғастырған ол 9-ші раундтан соң қарсыласын берілуге мәжбүр етеді. Uppercut connected by Fundora. And now the fight is over. Осыдан соң уақытша белдігін мексикалық Карлос Окампоға қарсы қорғайды. Эррол Спенс пен Тим Цзю бір раундтың ішінде жермен жексен еткен Окампоны Фундора 12 раундтың қорытындысы бойынша ұпай санымен әрең жеңеді. Going the 12-round distance. Still the undefeated interim WBC super welterweight champion. 2020 жылдың көктемінде ол ортан қолды боксшы Брайан Мендосамен жолығады. Фундора әдетінше алғашқы минуттан бастап жекпе-жек тізгінін қолға алып, қарсыласына қысым көрсете бастайды. Left uppercut. Minute gone here in the third. Mendoza. Defense right there by grabbing on him. There's a left uppercut by Уақыт өте келе қысымды мүлде күшейткен Фундораның қарқынынан рефери әне-міне дегенше жекпе-жекті тоқтататын секілді көрінеді. Бірақ 7-ші раундта күтпеген жерден келіп тиген хук соққысынан соң орында қатып қалған қарсыласын Мендоса тағы 1-2 мен ұзыннан сұлатады. Мұндай соққылардан соң өмірден болмаса да, бокстан бір жолата қоштаса беруге болатын секілді. Көпшілік таңданысына орай, арада бір жыл өткенде Фундора 2-1 чемпиондық белдігі үшін жекпе-жекке шығады. Жарақатына байланысты жекпе-жектен бас тартқан Кит Турманды тез арада ауыстырған Фундора WBO белдігінің иесі Тимофей Цзюмен кездеседі. Сонымен қатар, жеңімпаз бос тұрған WBC белдігін де қосып алатын болады. Жолындағысының барлығын жайпап келе жатқан Цзю жекпе-жектің айқын фавориті болады. Тіпті алғашқы 2 раундта Тимофей онысын ақтап та жатады. There's a nice hit. And the left hook right hand really emerges as one of the top body punchers in the sport. Oh! And that right hand popping Fundora's head back like a piston. Бірақ тура 2-ші раунд біте сала басын Фундораның шынтағына оңдырмай соғып алған Цзюдің басынан қан сорғалап аға бастайды. Watch the left elbow. There it is. The left elbow. The may have been the left elbow. Take it away. Келесі раундта бетін жауған қаннан қарсыласын дұрыс көруден қалған Цзюдің дәлдігі төмендеп кетеді. Осыны пайдаланған Фундора жекпе-жек тізгінді қолға ала бастайды. Sees red. Of course, it happened before round 4. It's urgent. Right, here comes Fundora with the uppercuts, and now Fundora. Дегенмен Фундораның да жағдайы мәз емес еді. Цзюдің басынан қан ақса, Фундораның мұрнынан тоқтамай қан ағып тұрады. Blood on the face of Zhu becoming bothersome, and more bothersome are the punches from Fundora. That's body shots.
Қантөгіске айналған бұл жекпе-жек 12 раундқа созылып, төрешілердің пікірі екіге жарылған екен. Біреуі жеңісті тізуге берсе, екеуі жеңісті Фундораға береді. Осылайша Себастьян Фундора апсет жасап, тим тізуді мансабындағы алғашқы рет жеңілісіне ұшыратқан болатын. Жекпе-жек де сала екі боксшы арасында реванш туралы сөз бола бастайды. Бірақ промоутерлер сол күйі келісе алмаған көрінеді. Енді ол 3 тамыз күні өтетін Теренс Кроуфорд пен WBA белдігінің иесі Исраил Мадримов жекпе-жегінің жеңімпазымен жұдырықтасады екен. Бірақ Фундора оларды күтіп жатпай арада тағы бір жекпе-жек өткізуі мүмкін. Міне достар, тозақ мұнарасы деген лақап аты бар Себастьян Фундораның мансабы әзірге осындай екен. Бұл салмақта бізден Садриддин Ахмедов бар. Екеуі түйдей құрдас. Жұдырықтаста қайсы жеңіледі деп ойлайсыздар? Комментарийға жаза отырыңыздар. Видеоны ұнаса міндетті түрде лайк басып каналға тіркеле кетіңіздер. Сіздермен болған әлем боксының арнасы.